Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: су, сүт, ұн, ашытқы, қант және қаймақ. Енді жылы сүтімізді ыдысқа құямыз. Жылы суымызды құямыз. Қантымызды салып, ашытқымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қаймағымызды саламыз. Араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Мен бірінші осылай қасықпен істесеңіздер, немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Кейіннен қолымды салып араластырып, барлығын жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымыз дайын. Енді жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым ашыды. 1 сағаттай уақыт өтті. Енді осыны 2-ге бөліп жайсаңыздар болады. Мен үлкен қамыр жасаймын. Сол себепті мен бөлмей, бәрін үлкен етіп, сол бойы жая беремін. Кішкене ұн сеуіп отыру керек, әйтпесе жабысып қалады. Қамырымыз дайын. Барлығын жайып қойдым. Қатты жұқа етіп жаюға болмайды. Бауырсақтарымыз қытырлақ болып қалады. Енді соны 4 бұрышты етіп кесіп шығам барлығын. Енді осы кесілген қамырдың барлығын реттестіріп қойып, қызып тұрған тапада, қызып тұрған майымызда 2 беті қызарғанша қуырамыз. Яғни алтын сары түске енгенше. Бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде істеп көруге кеңес беремін.